Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні 70-ші сабақ. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Есептер құрастырып, оларды шығар. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар томарқұлақ пен арыш тапты. Мұнда балалар біз саңырауқұлақтардың санын жазуымыз керек екен. Бізде саңырауқұлақтың мына түрі томарқұлақ деп аталады, ал мына түрі арыш деп аталады екен. Ал енді есептердің қандай айырмашылығы бар, не байқадың дейді. Мұнда А, Ә, Б есептері берілген, мұқият түсініп алайық. Томарқұлақ 5 дана, арыш 3 дана. Барлық саңырауқұлақ санын анықтауымыз керек. Ол үшін 5-ге 3-ті қосамыз, яғни томарқұлақтың санына арыштың санын қосамыз. 5 қосу 3 тең 8 дана. Жауабы 8 дана саңырауқұлақ. Ал енді Ә есепке қарайық. Томарқұлақ саны 5, арыштың саны белгісіз, барлығы 8 дана саңырауқұлақ. Сұлбасына да қарайтын болсаңдар, барлығы 8, 5 дана томарқұлақ, арыштың санын анықтауымыз керек. Ол үшін барлық саңырауқұлақ санынан томарқұлақтың санын азайтамыз. Демек 8 азайту 5 тең 3 дана. Жауабы 3 дана арыш бар екен. Ал енді Б есепке қарайық. Сұлбасына қарайтын болсақ, барлығы 8, мұнда арыштың саны 3, томарқұлақтың санын анықтауымыз керек. Ал енді жазба түрінде томарқұлақтың саны белгісіз, арыш 3 дана, барлығы 8 дана деп аламыз. Ал енді томарқұлақтың санын анықтау үшін барлық саңырауқұлақ санынан арыштың санын азайтамыз. 8 азайту 3 тең 5 дана. Жауабы 5 дана томарқұлақ. Есіңде сақта. Мұндай есептер кері есептер, өзара кері есептер деп аталады. Есептің шартындағы белгілі шама ізделінді, шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды. Яғни мына бірінші А есепке Ә, Б есептері кері есеп болып тұр екен. Екінші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар, оларды салыстыр. Асы Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? 10-ға 20-ны қосқанда қанша саңырауқұлақ болатынын анықтауымыз керек. Енді оның қысқаша жазбасы Әлия 10 саңырауқұлақ, Сырым 20 саңырауқұлақ. Барлығы қанша саңырауқұлақ екенін анықтауымыз керек. Шешуі. Ол үшін Әлия мен Сырымның терген саңырауқұлақтарын бір-біріне қосуымыз керек екен. 10 қосу 20 тең 30 саңырауқұлақ. Жауабы екеуі бірге 30 саңырауқұлақ терді. Ә есебіне қараймыз. Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді, Сырым неше саңырауқұлақ терді дейді. Яғни барлығы 30, Әлиянікі 10, Сырымдыкін анықтауымыз керек. Қысқаша жазбасы Әлия 10 саңырауқұлақ, Сырымдың терген саңырауқұлағы белгісіз, барлығы бізде 30 саңырауқұлақ екен. Шешуі. Ол үшін барлығынан Әлияның терген саңырауқұлағын азайтамыз. 30 азайту 10 тең 20 саңырауқұлақ. Жауабы Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Ал енді Б есебіне қарайық. Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Әлия неше саңырауқұлақ терді дейді балалар. Сырымның терген саңырауқұлақ саны 20, ал барлығы бізде 30. Әлияның терген саңырауқұлағын анықтауымыз керек. Қысқаша жазбасы Әлияның терген саңырауқұлағы белгісіз, Сырымдікі 20 саңырауқұлақ, барлығы 30 саңырауқұлақ. Шешуі. Ол үшін барлығынан Сырымның терген саңырауқұлақ санын азайтамыз. 30 азайту 20 тең 10 саңырауқұлақ. Жауабы Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Ал енді балалар, бұл есептерді салыстыратын болсақ, А есебіне Ә, Б есептері кері, яғни өзара кері есептер болып тұр екен. Ал енді үшінші есепке қараймыз. Бізде қосындылар мен айырмалар берілген, оларды шығарсақ болады. 30 қосу 20 тең 50, 70 азайту 40 тең 30, 60 азайту 30 тең 30, 10 қосу 80 тең 90,
100-ден 60-ты азайтсақ 40, 80-нен 40-ты азайтсақ 40, 90-нан 70-ті азайтсақ 20, 30 бен 40-тың қосындысы 70. Ал енді төртінші есеп математикалық жарыс. Мұнда сөреден мәреге жетуіміз керек екен. Яғни 5-ке 2-ні қосамыз, шыққан саннан 4-ті азайтамыз. Шыққан саннан 2-ні азайтып, шыққан санға 3-ті қосуымыз қажет екен. 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. 7-ден 4-ті азайтсақ 3 қалады. 3-тен 2-ні азайтсақ 1, 1-ге 3-ті қоссақ 4 болады екен. Келесі 9-дан 3-ті азайтсақ 6, 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ден 3-ті азайтсақ 5 қалады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.